Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі сабағы, екінші сынып қазақ тілі сабағы 121 сабақ. Дара және күрделі сын есім дейді. Дара және күрделі сын есім туралы айтатын боламыз. Бүгінгі сабақ көрден алдын каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың мақсаты дара және күрделі сын есімдерді ажыратуды үйренемін. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжаймын, қатені табамын және түзеп жазамын. Бірінші жаттығу кестедегі сөздерді оқы дейді. Дара сын есім, күрделі сын есім деп ажыратып қойған. Дара сын есім ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен деген сөздер. Күрделі сын есімдер ақ, ала, қара торы, сары ала. Күрделі мен дараның айырмашылығы сонда күрделі мен дараның айырмашылығы сонда дарада мысалы бір ақ сөзден тұрады, ақ, қара деген, мысалы жасыл деген сөз. Ал күрделі сын есімде мысалы ақ, ала, қара торы, сары ала деп екі сөзден құралып тұр, байқасаңыздар. Сол айырмашылық сода дара және күрделі сын есімдердің. Енді сын есімдерді салыстырып, қандай сын есім дара және қандай сын есім күрделі екенін өзің айтып көр дейді. Жасаған қорытынды төмендегі мәліметпен салыстырамыз, жаңағындай біз айтқан мәліметтің. Сын есім дара және күрделі болады дейді. Дара сын есім барысы бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою, мысалы қара, жасыл, сүйір деген сияқты. Ал күрделі сын есім екі не одан көп сөзден тұрады. Мысалы, ақ, сары, көк ала, ақ ала деген сияқты да. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Бірнеше сөзден құралғанмен, бірақ бөлек-бөлек жазылады екен. Күрделі сын есім мен дара сын есімді осылай ажыратамыз балалар. Толық түсіндіріп алыңыздар, Енді келесі екінші жаттығуымызда тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда дейді. Ең алғашқы ұшу құралы қандай болған? Адам баласы ерте заманнан ақ жан-жағында ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшуды армандаған. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем де соның бір көрінісі. Адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе шарын ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген. Кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалды. Мына жерде дирижабль тұр, әуе шарымен адамдар әуе шарына ыстық үрлеп ұшырып жатыр. Газды үрлейді ыстықты. Кейіннен дирижабль деп олар аталған екен. Әуе шары одан кейін дирижабль деп аталған. Ұшу аппараттары туралы энциклопедиядан біліп ал дейді. Мәтіннен сын есімді тауып, дара не күрделі екенін анықтаймыз. Ұшу аппараттарына мысалы қазіргі таңда ұшақ бар, тікұшақ бар, ракета бар, зымыран кемесі бар, ұшатын ғарыш кемелері бар ғой, солардың барлығы ұшу аппараттарына жатады екен. Енді бұл жерде сын есімде дара немесе ұшқыш ыстық деп сөздер айтсақ болады. Мысалы, дара сын есімдерге мысалы олар ұшқыш қандай, мысалы ыстық қандай деген сұраққа жауап береді. Бұлардың екеуі дара сын есімдер болып саналады, яғни бір сөзден құралған екен. Осылай жазып қойасыздар балалар, дара сын есімдер деп. Келесі жаттығуымыз үшінші жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп, көшіріп жаз дейді. Мысалы, бұл жерде сөз бар. Ұшақ ұшар, ұшақ ұзақ ұшар дейді. Енді бұл жерде қатесі, мысалы, ұшақ, құс ұшар, мына жерде ш емес с болады. Және ұшар болады. Ал ұшақ ұшса, мына жерде ш қате болады, с болады. Ұшақ ұшса, ұзақ ұшар. Ұшақ құсша ұшар, ұшақ ұшса, ұзақ ұшар деген сияқты, дәл осындай жаңылтпаш шығады екен балалар. Осылай жазып қоямыз.
Келесі жаттығуымыз 4-ші жаттығу ребусты шеш дейді. Бізге ребус берілген екен қарға. Мысалы қарға деген сөзде соңғы ға мен аны алып тастаймыз. Ға мен а әрпін. Сонда қар деген сөз қалады, иә? Қар. Ал мына лақ деген сөзде л әрпен қ әрпін алып тастаймыз. Сонда а сөзі қалады, а әрпі қалады. Сол кезде бізге қара деген сөз шығады екен, иә? Қара деген сөз бұл сын бояудың түрі. Шешуіндегі сөз сын қай түріне жатады? Шешуіндегі сын бұл дара сын болып саналады. Өйткені ол жалғыз тұр, иә, бір сөзден құралып тұр. Сол үшін қара сөзі дара сын болып саналады. Сол сөзбен сөйлем құрап жаз дейді. Соған сөйлем құраймыз. Менің атам маған қара түсті күшік алып берді. Немесе әкемнің көлігінің түсі қара. Немесе мен қара бәтеңкемен мектепке киіп барамын. Қара бәтеңкемді мектепке киіп барамын деген сияқты әртүрлі сөйлемдер құрап жазсаңыздар болады. Мына жерде қара деген сөз бұл сын болып саналады. Қатысып тұр, иә, осы біз тапқан сын. Осылай сөйлем құрап жазсақ болады екен, балалар. Осылай бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметті болыңыздар.